Иә, апай. Осы балалармен сабағымызды бастай берейік, тағы да қосылар. Бірақ өте аз болып тұрмыз, иә? Жақсы. Кәне назар аударайық. Балалар, камераларыңызды қосыңыздар. Кәне, Алибек, Аян, Айерке, Айдана. Бейбарыс. Кәусар қосылды міне. Мен толық экранға шығарайын. Кәне суреттерге қарап, не айта аласыздар, балалар? Бұл суреттерде біз технология компьютерлерді көріп тұрмыз. Иә. Қазіргі заман технология және түрлі ақпараттарды. Жақсы, мына планетаға қарап не айта аламыз, Апай, балалар? менде қатып, кіргізіп, шығарып істеп отыр. Соцсеттердің бәрі. Иә. Бұл жерде біздің әлеміміздегі бүкіл жерлерінде технология болғандықтан барлық бір-бірімен байланыс екенін көрсетеді. Барлық әлем желіге қосылған, иә? Біз қазір осы жерде отырып, әлемнің кез келген жеріндегі адаммен тілдесе байланса, хат жазыса аламыз. Бұл қазіргі заманның дамығанын білдіреді, иә? Ақпараттық технологиялардың дамығанын, сандық технологиялардың дамығанын, барлығының дәлелі. Жақсы. Бейбарыс, қатысып отырсыз ба? Иә, апай. Сіз не айтасыз? Ештеңе айтпайсыз ба? Нұрәли не айтады екен? Не суреттен, апай. Иә, естіп отырмын. Абайдан ауыстыру басқа адамға. Иә. Интернет связь. Интернет связь. Интернет байланыс дейміз, иә? Иә. Иә, кез келген адаммен интернет арқылы байланыса алады екенбіз. Қазіргі заманның құрылғылары заманауи және интернет байланысы және интернет байланысы арқылы біз кез келген адамдармен байланыса аламыз. Мына жерде қазіргі заманда шыққан заттар бейнеленіп тұр. Иә, соңғы модельдегі техникаларды, технологияны көріп тұрмыз. Жақсы. Яғни бүгінгі тақырыбымыз ақпараттық технологиялар. Өткен сабақтарымызды қайталайық, балалар. Қайталау білімнің анасы, иә? Қазір сіздер менің экранымда сіздер сыза аласыздар. Телефонның сол жақ төменгі бөлігінде сіздерде қаламның суреті көрсетілген. Сол арқылы мына есімшені жұрнақтармен, көсемшені, тұйық етістікті жұрнақтармен байланыстырыңыздар. Түсіндік па? Апай, менде қалам тұрған жоқ, мен ноутбуктан кіріп отырмын. Менде де ноутбуктан қалам жоқ. Телефонмен кіріп отырғандар жасай алады ондай болса. Ауызша айта салсақ бола ма? Жақсы, сонда мен былай етейін да. Міне, Айдана сызды. Онда сіздер айтыңыздар, Айдана сызып отырсын, иә? Есімшенің жұрнақтары ған, ген, хан, хен. Иә, ған, ген, қан, кен. Жақсы. Алибек, көсемшені сызып тастадыңыз ғой сіз? Есімше болады ған, ген. Иә. Көк қалам Алибектікі екен. Алибек, әне алыңыз. Иә, жақсы. Жақсы, Айдана. Апай, менде андай. Есімшенің жұрнақтары ар, ер, рысы. Иә. Тағы да. Атын, етін, итін, қайсыған?
Жақсы. Атын итін деген ол. Иә. Жақсы. Тексерейік әне есім шеарерысы. Тағы да не бар бізде? Ханген, тағы біреу атын етін итін. У түйігі түс. Иә, тұйығы түстік. У жақсы. Бұны да сіз айық кәне. Жақсы, Әлібек. Енді бізде қайсы қалды? Болды ғой. Көсемшенің жазылмай қалған тағы бір жұрнағы бар балалар. Соны өздеріңіз табуларыңыз керек. Жоқ, Әлібек. Міне, қатты шатастық, иә? Осындай кезде біздер балалар шатаспауымыз керек. Апай, тағы Бақбек. Иә, өте жақсы, Айерке. Махмек, Бақбек бар еді. Жақсы. Енді мынаған қарайықшы. Ның, нің, дің, дің, тың, тің. Оларға қатысы бар жұрнақтар ма? Әлде жалғау ма? Жалғау. Жалғау. Қандай жалғау? Септік, көптік, тәуелдік, жіктік. Қайсына жатады? Септік, жалғау. Жақсы, Аян. Қай септікке қатысты? Атау өлік бар, ставыз, жас, шығыс, көмектес. Қайталайық кәне сұрақтарын бәрін. Атау септігі кім не? Келесі. Ілік септігі Кімнің не? кімнің ненің? Барыс септігі Кімге неге қайда? кімге неге қайда? Жақсы. Табыс септігі Кімді нені? кімді нені? Жақсы. Келесі. Жатыс септігі Кімге неге? кімде неде? Жақсы. Бұнда да қайда деп алуымызға болады, иә? Келесі. Шығыс септігі Кімнен неден? неден? Иә. Соңғысы көмектес септігі Кіммен немен? кіммен немен? Жақсы. Енді мына ның, нің, дің, дің, тың, тың жалғаулары қайсыған қатысты болды? Ілік септігіне. Жақсы, Айдана. Кімнің? Айдананың, Әлібектің, Айеркенің, Аянның, иә? Осындай жерде шатасып қалмауға тырысыңыздар. Енді сіздер мына қаламдарыңызды алып тастаңыздар, әйтпесе мен экранымда қалып қалады. Өшіріп тастауға мүмкіндіктеріңіз бар. Иә, міне, жақсы. Әлібек, сізде алып тастаңыз қаламыңызды. Жақсы. Келесі. Артығын шығар да себебін айт дейді. Бұл жерде бізге көмек керек. Жақсы. Сіздердің назарларыңызда райдың түрлері берілген. Осы жерде кейбірі райға қатысты емес. Соны табайық. Иә, Айдана. Жіктік рай деген рай бізде жоқ. Жақсы. Келесі. Өте жақсы, Айдана. Шартсыз рай тағы да бізде жоқ. Енді мына қалған 4 райды шартты рай, қалау рай, бұйрық рай және ашық рай. Әрқайсысын жеке-жеке талдайтын боламыз. Міне. Ашық райдың жасалу жолы қандай? Сіздер дұрыс жауап берген кезде мен бұл кедергіні алып тастаймын. Кәне? Кім айтады бізге? Дана қатысты ғой сабаққа. Дана кірді. Дана айтсыншы. Көп балалар қайдадан шығып кетіпті, иә? Ол бір адамның немесе сөйлеушінің шындыққа қатысты баяндауын ашық рай деп атаймыз. Өте жақсы, яғни шындыққа қатысты болады да, кез келген шақтың бірінде тұрады. Өте жақсы, Айерке. Келесі, қалау рай. Қалау райды айтайық. Нұрали айтады бізге. Кәусар қайта қосылды.
Қалау рай дегеніміз ол бір іс-әрекеттің, іс-қимылдың иесін немесе соған қатысты ынтасын білдіретін қалау рай деп айтамыз. Иә, бір әрекетті орындауға деген қалау, ынта, иә. Қалай жасалады екен? Мен бүгін сабақты жоғары дәрежеде өткізгім кеп тұр. Г, Г, Қ, К жұрнақтармен Өте жалғанады. жақсы. Г, Г, Қ, К жұрнақтарына не қосылады? Әлибектің сабақ айтқысы Келген келіп тұр. Иә, жақсы. көмекші етістігімен қосылады. Мұнда тағы міне келесі. Апай, бұйрық райы туралы мен айтсам болады ма? Иә, қазір айтасыздар, иә, мынаны аяқтап алайық. Қалау райдың тағы да бір жасалу жолы. Көмекші етістіктермен жасалатын жолы бар. Ол қайсы жолы? Ол мысалға кел, мысалға менің барғым келеді деген сияқты кел деген көмекші етістікпен тіркескен сөзі де бар. Жақсы, жауап беріп отырған Кәусар, иә, бізде? Иә, Кәусар жаңа ғана қосылды, алдыңғы жауапты көрген жоқ. Жақсы, Кәусар. Келесі міне барсам ғой, игі еді, жақсы болар еді деген жерде. Мына қызылмен сіздерге арнайы белгілеп қойдым. Са, се жұрнақтарына ғой, игі еді, жақсы болар еді деген сынды шылаулар мен сөздер қосылған кезде тағы да қалау рай шығады. Келесі бұйрық райды Кәусар айтам дедіңіз ба? Иә, апа, бұйрық райы туралы мен айтсам болады ма? Бұйрық рай ол іс-әрекеттің екінші жағында не басқа біреуге үшінші жағында немесе өзіне қаратылып бұйыра талап ету мағынасын білдіреді. Мысалға, Абай Құнанбаевтың өлеңінен алынған ғылым таппай мақтанба деген жолды алсақ болады. Бұл жақта біреуге бұйырып немесе өзіне бұйырып айтады. Адам өзіне өзі бұйрық бере алады. Өзіне өзі немесе біреуге бұйрық беруді, сонда бұйрық берудің мағынасын білдіреді. Жақсы. Қалай жасалады екен ол? Қандай жұрнақтар арқылы? Қандай жалғау мүмкін? Бірінші жақта қалай жасайды? Мысал келтірейік. Мен бүгін қайтсем де мектепке барайын. Осы жерде етістігімізге қарайық. Барайын. Осы жерде барайын, ол өз-өзіне бұйырып мектепке баратын өз-өзіне бұйырып айтып тұр. Иә, осы жерде ол қалай жасалып тұр? Қай жұрнақтың көмегімен байқалып тұр бізге? Барайын. Келейін. Барайын. Айтайын. Жоқ. А, Е, И. Ол ненің жұрнақтары еді? Кәне, Айерке, Айдана сабаққа қатысайық. Алибек, Нұрали, Дана. А, Е, И тұлға көсемшенің жүктелу арқылы. Көсемшенің, иә, жақсы. Келесі, екінші жақ қалай жасалады екен? Мысал келтіріп көрейікші. Біреуге бұйрық беріп көрейікші, кәне. Мысалға, сен ертең мектепке барасың. Барасың десе, ол бұйрық па? Барасың деп хабарлап тұр ғой. Жоқ, немесе сен ертең мектепке бар. Бар, иә, мектепке бар. Бұл жерде бар деген басын қарайықшы. Қандай жұрнақ бар? Жұрнақ бар ма? Бар, кел, кет, отыр, тұр, жат, көрсек. Жоқ, иә? Жұрнақ жоқ. Демек, ол қалай жасалады? Сіздерге қалай айтып едім? Нөлдік форма арқылы жасалады, иә? Яғни, ешқандай жұрнақ, жалғау, қосымшалар ешқандай қосылмайды. Бірақ соған қарамастан, біз оның бұйрық райда тұрғанын мағынасына қарап біле аламыз.
Келесі үшінші жақта. Ол мектепке Ол барады. өзіне қаратып айтылатын. Ол мектепке барады деген жерде бұйрық бар ма? Жоқ. Бұйрық жоқ. Ол қашығырай. Барсын. Иә? Иә. Ана сабаққа қатыссын. Нұрали микрофонын қоссын. Осы жерде қандай жұрнақ бар? Барсын, қоссын, айтсын, көрсетсін, үйретсін, жатсын, қашсын. Қандай жұрнақ бар? Сын, сен жұрнағы бар. Және сен. Иә, жақсы. Келесі соңғысы шарттырай. Шарттырай қандай мәнде қолданылады және оның жасалу жолы қандай? Өте жақсы Айдана. Яғни түбірге са, се жұрнағы жалғанады. Я мысал келтірейік бірден. Бүгін сыныпқа барсам. Иә. Келесі сөйлемін бірден айтайық. Бүгін Айгүл мектепке барсам. Иә, жақсы. Дана мысал келтіре қойыңыз, тағы да біреу. Шарттырайға. Дана, сабақтасыз ба? Иә, біз сабақтамын. Мысал келтіріп көріңіз. Сен мектепке баруың керек. Сол секілді ма? Бұл бұйрық қой, баруың керек. Бізге шарттырай керек. Басқа балалар жоқ екен, бізде. Егер сіздер күнделікті сабаққа толық қатыссаңыздар, бәрін білер едіңіздер. Иә? Сасе. Ол кітабын күнделікті оқыса, білімі жоғарылар еді. Ол үй тапсырмасын күнделікті орындаса, иә, са, се деген жұрнақты қолданамыз, иә? Жақсы. Енді тағы да мына жерде тағы бір жасырын бар. Мен сіздерге бағанадан бері мысал кезінде айтып жатырмын. Бір сөзді. Мен сөйтсем, олай болар еді. Оның шарттыра екенін қалай біз таба аламыз? Қалай дәлелдей аламыз шарт екенін? Шарт болу үшін не керек? Ол затты күнге жасап тұру керек па? Иә. Онда қандай сөзбен тексере аламыз? Күніге. Егер деген сөзбен тексереміз, иә? Кез келген шартты сөйлемге, шартты рай мағынасы бар сөйлемге егер де қосатын болсақ, онда ол мағынасы өзгермейді, иә? Егер арқылы біз тексере аламыз. Мысалы, қараңыздаршы, мына жерде са, се жұрнағы қалаурайды да бар еді ғой. Бірақ біз егер деп шарт болған кезде айтамыз. Егер сіздер белсенді болсаңыздар, сабағымыз қызықты өтер еді деген сияқты. Скриншот жасап алыңыздар да, осыны жаттаңыздар балалар. Келесі сабақтарда да мен тағы сұраймын. Келесі. Жақсы, енді тыңдалымға назар аударайық. Мұқият қарап отырыңыздар, жақсы ма? Сосын сіздерге сұрақтар қойылады. Жиырма бірінші ғасыр. Әлемдік өзгерістер дәуірі. Қазіргі заманғы өмір алдыңғы заманға қарағанда өзгеше. Адам ғылыми техникалық прогрестің жаңа қырларын ашты. Космостың түбіне еніп және материяның микро әлеміне кірді.
табиғат құбылыстарының сырын ашып, оны өзіне қызмет еткізді. Мыңдаған жаңалық пен өнертабыс бізді жасанды интеллекттің пайда болуына алып келді. Адамдар ертеректе пайдаланған заттар мен құрылғылардың қазіргі техникадан ерекшелігі бір желіге бірігуі болып табылады. Оған мысал ретінде өзімізге белгілі іздеу желісі. Қолдану барысында білім базасы кеңейіп, құрылғылар әртүрлі жағдайда оңтайлы шешімдерін көрсетіп береді. Технологияның келесі даму кезеңі жасанды интеллект. Көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Адамның қатысуынсыз жүйенің потенциалы бірнеше сағаттың ішінде 3 жасар баланың деңгейінен Нобель сыйлығының лауреатының деңгейіне дейін даму этапынан өтеді. Ал одан кейін оның интеллектуалдық потенциалы Нобель сыйлығының лауреаттарының деңгейінен 100 есе асып түседі. Адамзатқа мыңдаған жыл қажет болған жаңалықтарды өзінше анықтау мен олардың арасындағы функциялардың иерархиялық дәуірін құруға жасанды интеллект кезеңінде жасалған жүйелер ие бола алады. McKinsey Global Institute зерттеу ұйымының бағалауы бойынша, алдағы 10 жылда жаңа технологиялар ғаламшарымыздағы еңбек нарығын түгелдей өзгертуі мүмкін. Ол $50 триллион көлемінде ақша үнемдеуге мүмкіндік береді. Бірақ еңбек нарығына әсерін тигізеді. Өзгерістерге жүздеген миллион жұмыс орнында түсуі мүмкін. Өздеріне артылған жұмыстарды адамдар ақырындап машиналарға тапсырады. Қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтар болашақта керек болмай қалуы да ғажап емес. Бұл жағдайда тек өндірістік орындардағы жұмысшылар ғана емес, ғылыми тұрғыда жұмыс жасайтын адамдар да жұмыссыз қалуы бек мүмкін. Бірақ жасанды интеллект үшін әлі анықталмаған барьер бар. Ол сана, сезім, ақыл, интуиция. Адамзатқа тән бұл сезімдер жасанды ғылым мен болашақ машиналар үшін әлі белгісіз. Жасанды интеллектіге жұмыс бере тұра, адамдар шығармашылық жұмыстарға көңіл бөле алады. Елімізде қандай болашақ күтіп тұр? Көрдіңіздер, тоғы дауысы да естілді ғой. Дауысы естілді. Жақсы, ендеше келесі сұрақтарға жауап берейік. Жасанды интеллект дегенді қалай түсіндің? Жасанды интеллект деген адамның қызметін атқарып, бірақ ойлап істей алмайтын зат. Иә, белгілі бір дәрежеде адам қызметін атқара алады, иә, бірақ оның сезімі, эмоциясы болмайды екен. Жақсы, тағы да қалай түсіндік? Иә, ғылым сияқты технология барлығы қазір жасанды интеллекттің көмегімен болып отыр, иә? Жақсы, жасанды интеллект қаншалықты тиімді деп ойлайсың? Кәне, Нұрәли, сіз айтыңызшы, қалай ойлайсыз? Тиімді ма жасанды интеллект? Жақсы, онда Ерке айтсын. Ерке? Жасанды интеллект қаншалықты тиімді деп ойлайсыз? Кәне? Өз еркімен жауап берушілер бар ма, балалар? Апай, сұрағыңызды қайталай жатыңызшы. Жасанды интеллект қаншалықты тиімді деп ойлайсыз? Онша қатты тиімді деп ойламаймын, өйткені оларға біз интеллектін қоссақ, онда олар өз-өздерімен жасап, ең соңында адамдардың ештеңкесі қалмауы да мүмкін. Ал басқа жағынан қарасақ, онда олар практичный адамға қарағанда и тез шаршамайды. Сіздің пікіріңізге мен де толықтай қосыламын. Себебі жасанды интеллект адамдардың орнын алмастыру қаупі бар, иә? Иә, тағы да кім айтады? Ақпараттық технология ол тиімді де болуы мүмкін, тиімсіз де болуы мүмкін. Себебі көптеген заттарды білу үшін немесе үйрену үшін біз технология арқылы үйрене аламыз. Ал тиімсіз жақтары олар егер біз өзіміз ештеңке білмейтін болсақ, немесе жасай алмайтын болсақ, сол технологиялардың бәрі адамдарды алмастырып,
адамдардың онша қажеті жоқ болып қалады. Адамдар жұмыссыздыққа ұшырап қалады, Егер ондай жағдай болса, адамдар жалқауланып кетуі мүмкін. Материалдық тәуелді болып қалуы мүмкін, өз еріктерімен ақша таба алмаса, жақсы. Яғни таяқтың екі ұшы бар дегендей, тиімді жақтары да, тиімсіз жақтары да бар екен. Жақсы. Келесі, ақпараттық технологиялар мен жасанды интеллектті тіл білімінің керегіне қалай жарата аламыз? Өткен сабақтарға естеріңізге түсіріп көріңіздер. Ол егер біз басқа шетелдік немесе басқаша да бір тілдер үйренгіміз келсе, немесе сол басқа елдердің традицияларын салт-дәстүрлерін білу үшін біз ақпарат арқылы таба аламыз. Немесе де басқа тілдерді үйрену үшін ақпарат арқылы онлайн урок алуға да болады. Онлайн сабақ ала аламыз, Жақсы. Енді мына жердегі сұраққа қарайықшы. Ақпараттық технологиясыз өміріңді қалай елестетер едің? Телефондарыңыз жоқ болса, интернет жоқ болса, қазіргі өмірлеріңіз қалай болар еді деп ойлайсыздар? Егер қаламыз емес жерде болса, онда ол қызығырақ өмір сүретін едік. Ал егер ол қалалық жерде болса, онда бір түрлі болушы еді. Салыстырмалы түрде, Мен ойымша, егер технология немесе телефондар, ұялы телефондар болмаса, онда адамдар онша қатты жалқау болмаушы еді. Немесе үйлерінде отыра бермей, олар далаға шығып, жұмыс жасап, әрекет етуші еді қазірге қарағанда. Біз осы интернет, телефон жоқ, мына 90 жылдардан төмен кездерде 90 жылдармен қазіргі кез салыстыратын болсақ, қазіргі кезде өкінішке орай суицид көбейген, адам өзіне өзі қол жұмсау көбейген. Одан кейін виртуалды әлемге тәуелділік көбейген. Телефонға тәуелді болып қалуы мүмкін. Тәуелділік көбейген. Соған байланысты үйде шығу, қозғалыс жасау деген болмағандықтан семіру, май басу қазіргі кезде өте көп. Және де біздің өзіміздің денсаулығымызға деген зиянын келтіруі мүмкін. Жақсы. Яғни қалай дегенмен де жақсы жағымен қатар тиімсіз тұстары да көп екен. Жақсы. Енді уақытымыздың аяқталуына 10 минут әлі уақытымыз бар. Бір тапсырма орындап үлгереміз, балалар. Сіздер кітаптарыңыздың 112 бетінде 10 тапсырмаға назар аударсаңыздар, мына кесте көрсетілген. Сізде бірінші тұрған бар етістігі сіздерге мысал үшін тұр. Одан кейінгі мазалау, арттыру, келу етістіктерін сіздер райларға саласыздар. 3 жақта. Қазір ендеше осыны орындайық. Сіздер айтыңыздар, мен жазып отырайын, Бірінші жақта мазалау. Мен не істейін? Кәне? Мен мазалайын. Дұрыс па? Мен мазалайын. Келесі екінші жақта. Сыпайы түрінсіз жаза берейік. Сен? Мазала. Мазала, жақсы, ерке. Үшінші жақта ол? Мазалайды. Ол қайтсын? Ол? Мазалайды. Мазаласын. Мазалайды болса, ол ашығырай болады, Келесі шартты айға салып көрейік. Мазаласам. Мазаласам, өте жақсы. Айдана, Нұрали, сабаққа қатысып отырыңыздар. Айдана, егер сіз микрофоныңызды әдеттегідей проблема, мәселе болып жатса, сіз WhatsApp-қа жазып отырсаңыз, мен сізді бірден қарап отырам, жақсы ма? Басқа балалармен де солай, егер микрофондарыңызды... Екінші жақта мазаласаң. Мазаласаң. Үшінші жақта? Ол? Мазаласаң. Мазаласа. Жақсы. Енді қалаурайға салайық. Мазалаймын. Мазалағым келеді. Мазалағым келеді. Немесе мазаласам ғой деп айтсақ болады, Екі түрінде. Мазалағым келеді. Екінші жақта? Мазаласам.
Ой, Оның қайтқысы келеді. Оның екінші жақ кешіріңіздер, сенің мазалағым келеді. Мазалағым келеді. мазалағың келеді. Жақсы. Енді үшінші жақта Мазалағысы келеді. иә, жақсы, ол мазалағысы келеді. Енді келесін уақытымызды алып жазбай, ауызша айтып өтейік. Кәне. Арттыру. Бірінші жақ. Арттырайын. Арттырайын. Жақсы. Екінші жақ. Арттырыңыз. Арттырыңыз. Жақсы. Үшінші жақ. Арттырсын. Ол арттырсын. Өте жақсы. Келесі шарттырайға салайық. Бірінші жақ. Арттырсам. Арттырсаң. Жақсы. Екінші жақ. Арттырсаңыз. Арттырсаңыз. Жақсы. Үшінші жақта. Арттырса. Арттырса. Жақсы. Келесі қалаурайға салсақ. Бірінші жақта. Арттырғым келеді. Арттырғым келеді. Екінші жақ. Арттырғысы келеді. Сенің қайтқың келеді. Арттырғысым келеді. Арттырғың келеді. Арттырғыңыз келеді. Жақсы. Үшінші жақта. Арттырғысы келеді. Я, оның арттырғысы келеді. Жақсы. Келесі. Келу сөзіне. Бірінші жақта. Келейін. Келейін. Жақсы. Екінші жақта. Келіңіз. Келіңіз. Жақсы. Үшінші жақта. Келсін. Келсін. Жақсы. Енді шарттырайға бізде Айдана жауап береді. Айдана. Айерке, сіз жүріп етсеңіз. Я, келсем. Одан кейін. Айдана. Екінші жақта. Келсең. Я? WhatsApp-қа жазып отырсыз ба? Айдана. Мүмкіндігіңіз болмай тұр ма? Дана, сіз айтып көріңіз онда. Дана. Үшінші жақта қалай болады екен? Ол келсе. Я? Жақсы. Қалаурайға салайық. Айерке, сіз айта бересіз ғой деймін. Келгім келеді. Келгім келеді. Екінші жақта келгім келеді, келгіңіз келеді. Келгім келеді, келгіңіз келеді. Үшінші жақта Келгісі келеді. Келгісі келеді. Жақсы. Мен осы кестені сабаққа, осы онлайн сабағымызға қатыспаған балаларға WhatsApp-қа міндетті түрде жіберетін болам. Осыны үйден орындап келеді. Айерке, сіз кестені орындамай, міне, мұнда бізде бар еді. Осы өзің қалаған сөзді пайдаланып, сөйлем құра деген бар. Сабағымызға қатысқандар тек сөйлем құрап келесіздер. Осы жерден, иә, мысал алып. Жақсы. Біздің сабағымыздың аяқталуына 4 минут уақытымыз қалды. Рахмет, Альбина. Бізде Альбина деген апайларымыз қатысып отырған сабаққа. Енді білгенің дұрыс деген жеріне назар аударайық. Кітаптарыңыздың 113-ші бетін ашыңыз. Кітаптарыңызды аштыңыздар ма? Иә, апай. Нұрали, Айерке, Айдана, Дана. Осы балалар ғана қалдық па? Өте нашар. Апай, қалған балалар кіре алмаймыз деп отыр, олар да шығарып жіберіп жатыр. Жақсы, келесі сабақтарда белсенділік көрсетер. Білгенің дұрысты оқып жіберіңіз, Айерке. Google іздеуші жүйесінің атауы Google 100 бар. Сол санынан шыққан. Алайда Ларри Пейдж
Ларри Пейдж пен Сергей Брин доменді тіркеу кезінде қате жіберіп, Google сөзінің орнына Google деп тіркеліп қойған. Кейін қате нұсқасы өздеріне қатты ұнағандықтан солай қалдырған. Спам сөзі 1936 жылы пайда болған. Ол консервілеген ащы шошқа етінің атауы еді. Соғыс жылдарында мерзімі өткен бұл өнімді сату үшін түрлі беймаза жарнамалар жарық көрген екен. Осылайша спам сөзі жалпылама қолданыла бастаған. Біз білмейтін ақпараттар, рахмет Айерке. Біліп жүргендеріңіз жақсы екен. Жақсы бағалау жүйесіне келдік. Мен сіздер бір-бірлеріңізді баспармақ әдісі бойынша бағалайсыздар. Мен Айерке мен Айданаға жоғары қараған бас бармақ белгісін қоямын. Дана, сізге қояр бағам сары белгі, ол орташа деген белгі. Сабақта белсенділік көрсетіп, жоғары баға алуыңызға тілектеспін. Ал Нұрали қатысып отырса да жауап жоқ, сізге өкінішке орай төмен қараған бас бармақ. Басқа балаларға олай жоқ. Жақсы, енді сіздер мен сабағыма кері байланыс берсеңіздер, сіздердің назарларыңызда блоб ағашы бар. Блоб ағашы, міне, мұна көрсетілген адамдардың ішінен біреуін сіздер таңдап, соның орнына өздеріңізді қоясыздар. Сіздер бүгінгі сабақта өздеріңізді қалай сезіндіңіздер? Мен өзімді ағаштың ең басында тұрған адаммен салыстыра аламын, себебі мен сабаққа белсенді қатыстым деген ойдамын. Жақсы, Айерке, өте жақсы. Мен де сізді осы адаммен байланыстыра аламын. Айдана, сіз өзіңізді қай жерге қойдыңыз?